Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қазақ балеті туралы айтатын боламыз. Қазақ халқының ежелден өзіндік би мәдениеті болғанын білетін шығарсыңдар. Халық биі өте әдемі. Мың бұралған қыздардың биіне қарап, аққудың жүзгенін елестетуге болады. Ұзақ уақыт бойы қазақ биі импровизацияға негізделді. Кәсіби түрде би 20 ғасырдың ортасына таман дами бастады. 1926 жылы Қазақ мемлекеттік театр ашылып, спектакльдерге арналған би нөмірлері туралы мәселе көтерілді. Қазақ биінің сахналық нұсқасын жасау туралы шешім қабылданды. Бұл идеяны Мұхтар Омарханұлы Әуезов қолдады. Алғашқы би нөмірлері Айман Шолпан спектаклінде қойылды. Айман Шолпанда барлығы 3 ұлттық би қойылды. Олар Қара жорға, Қоян би және Келіншек биі. Бұл биде өзбек биі мен қазақ ойындарының элементтері үйлесім тапты. Кейіннен бұл билер қазақ арасында үлкен танымалдыққа ие болып, музыкалық пьесадан тыс орындала бастады. Шұға музыкалық драмасы мен Қыз жібек операсындағы билерді қоюға мәскеулік кәсіби хореограф Александр Александров шақырылды. Қазақ балет өнерін жасау үшін ұлттық биді классикалық балетпен үйлестіру туралы шешім қабылданды. Балетмейстер ауылдарға арнайы барып, қазақтардың иіру, өру, кесте тігу және тағы басқа кәсібін тамашалады. Нәтижесінде қазақ өмірінен алынған жаңа өзіндік сахналық билер, ойын элементтері мен еңбек процестері классикалық балеттің би қимылдарымен ұштастырылды. Александр Александров хореографиялық училищенің балет бөлімін ұйымдастырды. Шәкірттері Топаева, Қарабалинова, Женқұловалар кәсіби бишіге айналды. Бишілерге арнап хореографиялық киімдер жасалды. Әйелдер киімнің ұлттық киімнен ерекшелігі болған жоқ. Бас киім, көйлек, камзолдар тек жеңіл маталардан тігілді. Классикалық балеттік пуант мәсі деп аталатын жеңіл жұмсақ етікке ауыстырылды. Ерлердің хореографиялық костюмы ашық түсті жейде, камзол, кең шалбар, түрлі түсті атлас шарф және мәсіден тұрды. 1935 жылы Қазақ театрында балет бөлімі ашылды. 1936 жылы өткен қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігінде сыншылар қазақ балет өнерінің дүниеге келуіне жоғары баға берді. Қалқаман мамыр алғашқы кәсіби балетінің премьерасы 1938 жылы өтті. Қойылымның музыкасын Мұхтар Әуезовтың либреттосына композитор Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген қайраткері Василий Великанов жазған. Балетмейстер Леонид Жуков болды. Сол жылдан бастап театр опера және балет театры деп атала бастады. Ал 1945 жылы оған ұлы ойшыл Абайдың есімі беріледі. Соғыс жылдарында Галина Уланованың және басқа да атақты ресейлік балет қайраткерлерінің келуі театр үшін маңызды оқиға болды. Лауренция, Бахчисарай фонтаны, Аққу көлі және Жизель балеттерінің премьерасы өтті. 1953 жылдардың ортасында хореограф Дәурен Әбиров жастар Бақыт жағалауы, Қола шабандоз балеттерін қойды. Осыдан кейін Заурбек Райбаев, Болат Аюханов, Алтынай Асылмұратова сияқты бишілер танымалдыққа қол жеткізді. 60 жылдар Алматының жас балеті мемлекеттік би ансамблі Гүлдер, Алтынай және Салтанат мемлекеттік халық би ансамбльдері сияқты жаңа би ұжымдарының дүниеге келуімен ерекшеленді. Қазақстан музыка мәдениетінің майталмандары Күләш Байсейітова, режиссер Жұмат Шанин, әнші әрі режиссер Құрманбек Жандарбеков, әнші режиссер әрі драматург Қанабек Байсейітов, биші Шара Женқұлова, әнші Манарбек Ержанов, жазушылар Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Бейімбет Майлин
және композитор Евгений Брусиловскийлер қазақ мәдениетінің, оның ішінде балет өнерінің дамуына ерекше үлес қосты. Бүгінгі таңда опера және балеттің ірі орталықтары Алматы мен Астанада орналасқан. Олар Абай атындағы опера және балет театры мен Елордада 2012 жылы ашылған Астана балет және 2013 жылы ашылған Астана опера театрлары. Айта кетерлігі, бұл орталық Азиядағы ең ірі театрлар. Бұл қазақ балетінің қалыптасу тарихының қысқаша тарихы еді. Біз сабағымызды аяқтадық. Енді келесі сұрақтарға жауап берсеңдер. Бірінші сұрақ: Қалқаман мамыр балетінің премьерасы қай жылы болды? Екінші сұрақ: Қалқаман мен мамыр балетінің либреттосын жазған кім? Үшінші сұрақ: Астана балет театры қай жылы ашылды?